Сәлем, менің атым Роман. Бүгін мен сізге азық-түлікті қоймалар арасында қалай жылжыту керектігін, қолмен есептен шығаруды, кейбір өнімдерді басқаларға қайта өңдеуді және қозғалыс есебін қарауды айтамын. Нақты уақыттағы қалдықтарды бақылау, ыдыс-аяқтың құнын көру және мекеменің табыстылығын талдау үшін қойма есебін енгізіңіз. Егер сіздің мекемеңізде бірнеше қойма болса, есептен шығару ережелерін орнатыңыз. Біз мұны қалай жасау керектігін алдыңғы бейнелердің бірінде толығырақ қарастырдық. Енді қоймалардағы процестермен айналысайық. Егер сізде бірнеше қойма болса, ингредиенттерді, тауарларды және өндірілген тағамдарды олардың арасында жылжытыңыз. Ол үшін жылжыту қоймасы қойындысында қосу түймесін басып, күн мен уақытты таңдап, өнімді қай қоймадан және қай қоймаға жылжыту керектігін көрсетіңіз. Өнімдерді және олардың санын таңдап, сақтау түймесін басыңыз. Енді ингредиенттерді қоймадан қалай шығаруға болатынын қарастырайық. Сату кезінде қоймадан ингредиенттерді есептен шығару автоматты түрде жүзеге асырылады. Ал егер өнімнің жарамдылық мерзімі өтіп кеткен болса, немесе басқа себеппен есептен шығару қажет болса, қолмен есептен шығаруды орындаңыз. Есептен шығару қоймасы қойындысын ашып, қосу түймесін басыңыз. Күні мен уақытын, азық-түлік сақталатын қойманы таңдап, тауардың есептен шығарылу себебін көрсетіңіз. Қажетті себеп тізімде болмаса, жаңасын қосыңыз. Тауарды немесе ингредиентті және оның мөлшерін таңдаңыз. Есептен шығару себебін анықтау үшін түсініктеме жазыңыз. Мысалы, себеп тағамның рецептін әзірлеу, ал түсініктеме жазғы мәзірді дайындау, есептен шығаруды сақтаңыз. Жазбалардағы себептерді жою, жаңаларын қосу немесе бұрыннан бар себептерді өңдеу үшін қойма есептен шығару себептері қойындысын ашыңыз. Мұнда сіз әр себепке байланысты өнімдерді есептен шығарудың саны мен құнын жеке немесе бірден талдай аласыз. Оның жанындағы өңдеу түймесін басу арқылы себебін өңдеңіз немесе есептен шығарудың жаңа себебін жасау үшін қосу түймесін басыңыз. Оның атын көрсетіңіз және бұл есебінің қай блогында осы себепті есептен шығаруды көрсету ыңғайлырақ екенін таңдаңыз. Барлық шығындар немесе шығындар. Егер бұл күн соңғы түгендеуден кешірек болса, сіз өнімді жылжытуды және есептен шығаруды ретроактивті түрде жасай аласыз. Егер сіз ABM тарифы бойынша жұмыс істеп жатсаңыз, қайта өңдеу сізге қолжетімді болады. Олардың көмегімен сіз кейбір ингредиенттерді басқаларына оңай айналдыра аласыз. Мысалы, жанды филе мен сорпа жинағына бөліңіз немесе нанды крекерге айналдырыңыз. Оның қалай жұмыс істейтінін көрейік. Алдымен қайта өңдеу қоймасы қойындысына өтіп, жаңа қайта өңдеуді жасаңыз. Күні мен уақытын көрсетіңіз. Түсініктеме жазыңыз. Жоғарғы кестеде жаңа ингредиенттер жасалатын шикізатты таңдаңыз. Осы өнім есептен шығарылатын қойманы көрсетіңіз және қажетті мөлшерді көрсетіңіз. Өрістер өзіндік құны бойынша автоматты түрде толтырылады. Содан кейін алынған өнімдерді толтырыңыз. Тізімнен қажеттісін таңдаңыз. Шығу кезінде алған мөлшеріңізді көрсетіңіз. Содан кейін пропорция құны бағанын толтырыңыз. Барлық алынған өнімнің өзіндік құнының жалпы пайызы 100%-ға тең болуы маңызды. Қайта өңдеуді сақтағаннан кейін қоймадағы бастапқы өнімдердің саны азаяды, ал алынған өнімдердің саны артады. Қоймадағы тауарлар мен ингредиенттердің есептен шығарылуын бақылау үшін қозғалыс есебін қараңыз. Бұл кіріс, шығыс және өнімнің орташа құны көрсетілген кесте. Жол қозғалысы туралы есеппен жұмыс істеу тарифтерде қолжетімді, бірақ минимумнан басталады. Қойма қозғалысы туралы есеп қойындысында күнтізбені басып, қажетті кезеңді таңдаңыз. Содан кейін бір есептік жазбада олардың бірнешеуі болса, мекемені таңдаңыз. Осылайша есепте таңдалған мекемеге байланыстырылған қоймалардағы азық-түлік қалдықтары көрсетіледі. Немесе тек ас үйдегі немесе бардағы азық-түлік қозғалысын көру үшін бөлек қойманы таңдаңыз. Ақпарат тапсырыс ауысымында емес, күнтізбелік күнде көрсетілетінін ескеріңіз. Есепті егжей-тегжейлі ету үшін қалдықтардың түрін және санатын таңдаңыз. Мысалы, ингредиенттер қалдықтардың бір түрі, ал көкөністер санат болып табылады. Бағандар түймесі арқылы бетте қандай деректерді көрсеткіңіз келетінін реттеп жатырсыз. Және қажет болса, есепте тек таңдалған кезеңдегі шығындары немесе түсімдері бар өнімдерді көрсету үшін өнімдердің қозғалысы сүзгісін, тек қозғалысы бар өнімдерді таңдаңыз. Жалпы беттегі сүзгілермен тәжірибе жасап, есепті қажеттіліктеріңізге қарай реттеңіз. Түсімдер бағанында түсімдердің, өндірістердің және түгендеулердің саны мен сомасын көру үшін ашылмалы тізімді ашыңыз. Шығыстар бағанында сатылымдар, қолмен есептен шығарулар, өндірістер мен түгендеулердің саны мен сомаларының тізімін қараңыз. Белгілі бір күндегі өнімнің қалдықтары мен құнын талдау үшін қозғалыс есебін пайдаланыңыз. Ол үшін өнімнің қозғалысы сүзгісін таңдаңыз.
барлық өнімдерді, соның ішінде және қозғалыссыз көрсетіңіз. Және сізді қызықтыратын күнді таңдаңыз. Қорытынды қалдық бағанындағы қалдықтарды қарап шығыңыз. Қоймадағы тауарлар мен ингредиенттердің қозғалысы туралы ақпараты бар есепті жүктеп алып, онымен Excel бағдарламасында жұмыс істеу үшін экспорттау түймесін басыңыз. Керемет. Енді сіз бірнеше қоймалармен жұмыс істеуді, азық-түліктерді жылжытуды және есептен шығаруды, сондай ақ қозғалыс есебін қарауды білесіз. Есепті талдаңыз және кез келген уақытта тауар қалдықтарын бақылаңыз. Егер бұл видео пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылыңыз. Бүгінгі күніңіз жақсы өтсін.